Ассалаумағалейкум ағайындар, YouTube желісінің көрермендері, бау-бақша сүйер қауым. Бүгінгі видеомызда жеміс ағаштарын күтіп баптау, яғни жеміс ағаштарына күзгі тыңайтқыштар беру жайлы айтамыз. Одан алдын сіздер біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарияға жазып, қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Енді алдыңғы видеоларымызда жеміс ағаштарына қапталынан айшық тәріздес қылып қазып, шіріген көңдерді көміп, тыңайтқыштар бергенбіз, органикалық. Енді бүгінгі видеомызда да жемістерге тамыр арқылы жұмыс жасайтын биогумус сияқты сұйық органикалық тыңайтқыш жайлы айтамыз. Бұл жеміс ағаштарына күзде қаншалықты көп тыңайтқыштар берсек, бұл бізге көктемде жазда соншалықты мол жеміс беруіне өте үлкен пайдасы тиеді. Енді бұл жеміс ағаштарымызға тыңайтқыштар бермесек те, ол көктемде гүлдейді. Енді жақсы гүлдеуі мүмкін, бірақ ары қарай сол гүлдерін ұстап, жеміс түйіп, аз жеміс түйуі мүмкін. Біреулер енді айтып жатады, жақсы гүлдеді, бірақ ары қарай гүлдерін ұстап қала алмай, гүлдерінің бәрі түсіп қалып, аз жеміс берді деп айтып жатады. Бұл барлығы жердің құнарсыздығынан. Жердің құнарлығы аз болғасын, ол жаңағыдай жемістерін ұстап қала алмай, жаңағы 100% деп алсақ, соның бір 4-5% ұстап қалуы мүмкін, жердің құнарлығы төмен болғандықтан. Соның үшін біз күзде жеміс ағаштарымыздың астына органикалық әртүрлі тыңайтқыштар беріп, жақсылап баптауымыз керек. Көктемге дайын болып тұрады. Ерте көктемнен сол құнарлықты алып, ол соншалықты көп жеміс түйуіне біз бұған жағдай жасаған боламыз. Бұл барлығына жүзім болсын, шабдалы, алма, ерік, өрік, барлық жеміс ағаштарды солай баптауымыз керек. Енді бүгінгі айтайын деп отырған тыңайтқышымыз органикалық тыңайтқыш, яғни сұйық тыңайтқыш, биогумуске ұқсайды. Мінекей, мынау стресс стоп деген. Бұның 150-200 грамын 10 литр суық суға, 10 литр суға 150-200 грамын 10 литр суға еземіз, араластырамыз. Сөйтіп, әр талдың түбіне 1-10 литрден құйып шығамыз. Енді жеміс ағаштарыңыз аз болса 200 грамнан да құйсаңыз болады. 150 грамнан құямыз. Ол үшін осындай өзінің арнайы өлшейтін ыдысыңыз болу керек. Барлық жеміс ағаштарыңызға жеткізу үшін теңдей қылып алғаныңыз дұрыс. 150-200 грамнан. Мінекей. Бұл тыңайтқышымыздың құрамында макро-микро элементтердің барлығы. Бұл жерде темір, неде жазып қойып, мінекей, цинк, марганец, темір, калий, кальций барлығы бар. Бұл осы жеміс ағаштарымызға жақсы күш беріп, көктемде мол жеміс беруіне үлкен көмегін тигізеді. Мінекей, 200 грамм құйып алдық. Енді соны 10 литр суға араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Көріп тұрғаныңыздай. Жақсылап араластырып, бұны 30-40 минут қоямыз. Енді бізде 30-40 минут бұрын дайындап қойғанымыз бар, осыларды құямыз. Жеміс ағашымызды ең әуелі бұл тыңайтқышты құймастан алдын міндетті түрде суарып алуымыз керек. Мінекей, ылғал. Жаңа суарып алдым барлығын, бізде капельный полив. Енді осымен астына күн суытса, астына мұз болып осымен көктемге дейін жатады. Суарылған жерге құямыз, жақсы әсер ету үшін. Осылай, мінекей, органикалық тыңайтқышты осылай бәріне бір шелектен құйып шығамыз. 150-200 грамды 10 литр суға араластырып, бәріне бір шелектен құйып шығамыз. Бұл ертең көктемде мол жеміс беруіне өте үлкен көмегін тигізеді. Осылай жеміс ағаштарымызды күзде де осылай жақсылап күтіп баптап отырмасақ, біздің ары қарай жеміс алуымызға кері әсерін тигізеді. Жемістеріңізді осылай күзде күтіп баптауымыз қажет. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар. Каналға тіркеліңіздер, лайк басып, қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Аман сау болыңыздар.